Қайырлы күн, ұстаздар. Бүгін біз жасанды интеллект арқылы презентация жасайтын боламыз. Негізінен презентация жасайтын жасанды интеллектке арналған платформалар өте көп. Бірақ соның ішіндегі ең тиімдісі мына Gamma App. Ол мен үшін. Сондықтан осы Gamma Appқа кіреміз, тіркелеміз, тіркелгеннен кейін барып бұл жерде Gamma Appта Google аккаунт сұрайды. Google аккаунтпен тіркелетін болсаңыз, оңай тіркелесіз. Одан кейін барып тіркелгеннен кейін осындай сұрақтар шығады. Для личного использования. Мынаның ішінде кез келген біреуін таңдай бересіз. Ешқандай не керек емес. Маңызды ештеңе жоқ бұл жерде. Так, енді бізге бұл Gamma Appқа кірген кезде 400 кредит берілетін. 400 кредит біз тегін слайд жасай алады екенбіз. Ал 400 кредиттен артық болатын болса, ол кезде платный болады. Өйткені қазіргі уақытта жасанды интеллекттердің барлығы дерлік жаңағындай платный. Енді бұл Gamma Appта біз слайд жасайтын болсақ, создать новый дейміз. Сгенерировать дегенді басамыз. Так, енді бұл жерде веб-страница жасасақ болады, документ жасасақ болады. Социальный деген бұрын жоқтығын қазір қайтадан шықты. Бұрын жоқтығын жаңадан шықты. Енді бізге керек презентация. Презентация жасаған кезде бізге 10 карта тегін беріледі. Яғни 10 бет, презентацияның 10 бетін. Және де бұл 10 бетті таңдағаннан 10 беттен артық болатын болса, онда олар платный болады. 50 бетке дейін. 10 беттен 50 бетке дейін платный. Осыдан біз 10 бетті таңдаймыз. Егер сіз бір үлкен көлемді бір іс-шараға дайындалып, сондай бір презентация дайындайтын болсаңыз, онда осыны тек жаңағы 10 беттен дайындап, оларды бірге қоса салсаңыз болады. Так, енді 10 беттік презентацияны дайындау үшін бізге керегі сол презентацияның тақырыбы, мысалы кез келген өзіңіз сабағыңызға қатысты бір тақырыпты аласыз. Мысалға мен өзім информатика пәнінің мұғалімі болғандықтан, информатика пәнінің тақырыбын аламын. Роботтардың тарихы және келешегі. Немесе ашық сабаққа да қолдансаңыз болады. Бұл тақырып емес, басқа тақырыбы да болады. Мысалға роботтардың тарихы және келешегі деген тақырыпты аламыз. Одан кейін барып создать конспект деген басамыз. Одан кейін мына жоғарыда бар емес пе? Сол жерде тілді ауыстырамыз. Осының ішінен қазақ тіл деген таңдаймыз. Қазақ тілін таңдаймыз. Басқаннан кейін мынаны басамыз. Енді біз әр слайдты қосқан кезде не сөйлейміз, соны нақты шешіп алуымыз керек. Сондықтан мына әр бөлімге бізге осы тақырып бойынша әр бет не сөйлейді, қай тақырыпта сөйлейді, осыларды шығарып береді бізге. Осының ішінен бізге керегін, керек емесін алып тастаймыз. Ең бірінші роботтың тарихы туралы мәлімет керек бізге. Немесе жалпы роботтар деген не? Екеуін орнын ауыстырсақ болады ма былай?
енді тура осылай жаңағы әр бөлімде не сөйлейміз, әр бет жаңағы слайдтың 10 беті болатын болса, сол 10 бетінде не сөйлейміз, соны анықтап, өзімізге анықтап жаңағыдай жазып алуымыз керек. Содан кейін барып біз нақты әр бөлімге осылай жазып шығуымыз керек. Жазып болғаннан кейін мысалға бізге слайдта қорытынды және ұсыныстар қажет пе? Мысалы, қажет емес болса өшіресіз да, кроптардың немесе қазіргі роботтардың мүмкіншілігі деген. Мүмкіншілігі туралы сөйлейтін болсаңыз, онда сол 10-шы слайдқа осы тақырыпты жазасыз. Жазып болғаннан кейін астына түсесіз. Түсіп, осы бойынша фонын таңдайсыз. Осы жерден. Қандай түсте болу керек? Фонымыз ашық болу керек па? Біз осы теманы таңдай берейік. Одан кейін мына жақта содержание дейді. Яғни сол әр беттің ішінде қанша сөз болу керек, немесе сурет көп болу керек па, соларды таңдайсыз. Мысалы, краткое описание дегенді басатын болсаңыз, бұл жерде изображение и суреттерді искусственный интеллект сияқты жасайды. Средний деген бар. Бұл жерде орташа көлемде мәтіндер болады. Краткое описание дегенде бұл жерде мәтіндеріңіз аздау болады. Сондықтан біз средний таңдаймыз. Одан кейін барып біз генерировать дегенді басамыз. Басында менің интернетіме байланысты жаңағындай слайд жай жасалып жатыр. Егер интернетің жақсы жасап тұрса, онда тез жасауға болады. Міне 5-ші бет дайын болып жатыр. Бұл жасанды интеллект арқылы слайд дайындау негізі өте тиімсіз, өйткені сізге дайындап беретін слайд бұл сізге ұнамауы мүмкін. Сіз жаңағындай айтқыңыз келмейтін бір ақпараттар шығуы мүмкін. Бұл тек егер мұғалім бір асыққан жағдайда, бір іс-шараға асығып дайындалған кезде, уақыт жетпей қалады, сол кезде ғана қолданбаса, бұл нәрсе тиімсіз. Енді біздің жасаған слайдымыз дайын. Мынаның барлығын біз жасап қойдық. Енді мына әр слайдқа өтіп, мына жерді редактировать етсек болады. Осы әр бетімізді. Және мына жазу бұл автордың. Біз қалай тіркелдік, сол автордың автор шығып тұрады. Бұны удалить етіп істесек болады. Енді бұл жерде мынаны басып, бізде жаңа басында 400 кредит берілді ғой. Егер бізде сделайте длиннее дейтін болса, бұл сөзімізді көбейтеді. Бірақ 5 жаңағындай монета ұстайды. 400 монетамыздан осыны басатын болсақ, бізде жазу көбірек пайда болады. Мына бізде айналып тұр, жазуымыз көптеу болады.
және де мына сурет ұнамайтын болса, суретіңізді ауыстыруға болады. Бірақ бұлардың барлығы платный. 5 монета, жаңағы берілген 400 монетадан 5 монета, әрқайсынан 5 монета алып отырады. Попробуйте другой расклад десеңіз. Проектирование дейді да, қазір өзгереді. Тура осылай жасай бересіз. Келесі слайдтарыңызда. Бірақ бұл жерде айта кететін нәрсе, бұны слайд түрінде сақтау қажет емес. Бұны тек PDF түрінде сақтасаңыз, өз качествосын жоғалтпайды. Ал егер слайд түрінде жаңағындай скачать етіп, оның ішіндегі өзгертемін дейтін болсаңыз, ол кезде жазулары, суреттері ауысып кетуі мүмкін. Сондықтан тиімдісі PDF түрінде сақтау керек. Ол үшін поделицаны басамыз, басқаннан кейін экспортты басамыз, экспорт PDF, PowerPoint, бірақ PowerPoint'ты да сақтасаңыз болады. Бірақ бұл жерде жаңағы фоны ауысып кетуі мүмкін, жазуы кетіп қалуы мүмкін. Немесе ішіндегі кейбір сөздер ауысып кетуі мүмкін. Сондықтан PDF бұл ең тиімдісі. PDF-те ешқандай ештеңе өзгермейді. Қалай слайдыңыз құрылды, тура сол күйінде шығады. PNG деген бар. Бұл яғни әр слайдыңыз, мысалға сіз 10 карточкаға таңдадыңыз ғой, и 10 бетіңіз сіздің тек сурет түрінде ғана тартып аласыз. Міне бізде PDF түрінде жүктелді. Енді осыны басамыз. Біздің жасаған слайдымыз дайын. Енді бұл слайдтың біз қаншаға жасадық? Бізде жаңа өзінің берілгені 400 кредит тұғын. Біз 50 кредитке жасадық. Ол жерде біз жазуларды көбейттік, одан кейін барып проекттің дизайнын өзгерттік. Сол кезде 5-10 кредит алынды. Сонда бір слайдымыз 10 карточкадан тұратын слайд 40 кредиттен тұрады. Және де ішіндегі тағы да жазуларын, суреттерін өзгертетін болсаңыз, ол кезде тағы да 5 кредиттен алынып отырады. Тура сол жаңағындай создать новый деп келесі слайдтарыңызды өздеріңіз жасасаңыздар болады.